Ертеде тұрмысы төмен бір отбасында 5 ағайынды бала өмір сүріпті. Жаңа киім алуға шамасы келмеген анасы өз гүлді көйлегін қиып, шалбар тігіп беріпті. Мағжан сол гүлді шалбарды 5 жыл бойы киіп жүрді. Бір күні әкесі балаларын базарға апарып, жаңа шалбар кигіземін деп уәде берді. Бұны естіген балалардың қуаныштарында шек жоқ. Ең кішкентайы кенжетай ағасына: «Аға, шалбарыңыздың түсі қандай? Әкем аяқ киімде алып бере ме?» деп сұрағын жаудырды. Балалар әкесінің жолын күтіп, есік алдында кешке дейін отырды. Бір уақытта кенжетай: «Әкем келе жатыр, бізге шалбар алып келе жатыр», деп айғай салды. Әкесі үйге кірместен екі ұлына шалбар мен аяқ киім береді. Кенжетайға ештеңе әкелмеген еді. Кенжетай сол күні кешкі асын ішпей ұйықтап қалады. Ертесі ағасының қасына барып: «Аға, шалбарыңызды киіп көрсем бола ма? Маған жарасатын шығар», деп ағасынан шалбарын сұрайды. Ағасы: «Жоқ, саған беруге болмайды, кірлетесің. Онымен қоса саған бұл шалбар үлкен ғой», деп ұрсып тастайды. Кенжетай 5-ақ минут киімін кірлетпеймін деп жалынып тұрып алады. Ағасы: «Жә, ертең сабақтан келген соң киіп көресің», дейді. Ағасы оқуға кетіп бара жатқан уақытта Кенжетай: «Аға, мен сізді осы қашаның сыртында күтемін. Сіз алаңдамай сабағыңызды оқи беріңіз», деп қашаның жанындағы тасқа отыра кетеді. Бір сәтте: «Мұғалім, Мағжан, кітаптарыңды жинап үйіңе бара ғой, әкең шақырып жатыр», деп сыныптан шығарып сал. Мағжан: «Кенжетай жылап әкемді мазалаған шығар. Мені сол үшін шақырып жатқан болу керек», деп үйіне бет алады. Жолда адамдар да апыр-топыр Мағжанның үйіне қарай жүріп барады. Мағжан антаң болып, неге біздің үйге бәрі бара жатыр екен деп ойлап келе жатады. Күтемін деген інісі Кенжетай да қашаның жанында жоқ еді. Мағжан Кенжетайды әрі-бері қарап, үйге кіргені сол-ақ екен. Әкесі мен анасының қатты жылап отырғанын көреді. Ішінен бір жамандық болғанын сезген Мағжан: «Әке, ана, неге жылап отырсыздар? Кенжетай қайда?» деп сұрай бастайды. Анасы мен әкесі Кенжетайды қашаның жанында отырған уақытында трактор қарып кеткенін Мағжанға айтады. Кенжетай сол жерде жан тапсырыпты. Әкесі Кенжетайды қабірге қоярда: «Ей Кенжетай, мен сені қабірге емес, базарға шалбар алуға апаратын едім ғой. Кәнекей тұр», деп айқайлап жылайды. Мағжан болса: «Інімді неге көміп жатсыңдар? Шығарыңдар. Шалбарды Кенжетай кисін, мен кимей-ақ қояйын», деп топырақты тырмалай береді. Аз ғұмырында сыйластықпен өткіз. Бүгінгі адам, ертең топырақ. Бір үйде қанша жан барсың, бір-біріне қонақсың. Сыйлассаң, тірінде сыйлас, өлген соң жыласпа. Тірі адамда мүмкіндік көп. Иіске, сүй, құшақта, аяла, бауырыңа бас.